Сәлем достар, сіздермен Сковорон каналы. Бүгіннен бастап біздің арна өзінің ерекше топтамасын бастайтын болады. Бұл топтамада сіздер әлемдегі ең қызықты оқиғалар, жаңалықтарды көретін боласыздар. Сонымен бастаймыз. Қытайдың Лю-Хуангоу жерінде 130 жыл бойы өшірілмеген өрт бар. Ол үлкен көмір алқабында орналасқан. Тек 2004 жыл ғана адамдар зорға өшірді. Есептеулер бойынша әр жылда 2 миллион тонна көмірді шығындаған. Сіз білесіз бе? Хиросима қаласы Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде міндетті түрде бомбаланатын қала болған. Ал Нагасаки қаласының жолы болмай қалды. ақш жоспар бойынша Кокура қаласын бомбалау керек болады. Ол жақтағы ауа райының қолайсыздығынан пилот кенет екінші план бойынша басқа шешім қабылдап, Нагасаки қаласын бомбалады. 1669 жылы неміс алхимигі Бранд Хеннинг философиялық тас іздеу барысында алтын мен адамның дәретін синтездейді. Түрлі процестерден кейін онда ақ ұнтақ пайда болады. Және осы ақ ұнтақ қараңғыда жарқырайтын болады. Кейіннен Бранд Хеннинг осы ұнтаққа жарық тасығыш, яғни грек тілінде фосфор деген есім береді. Сол кездері осы фосфор алтынның өзінен де қымбат тұрған. Сіз білесіз бе? ақш-та ең көп ұлт ағылшындар емес. Шамамен 60 миллион адам өздерін немістердің ұрпағымыз деп санайды. Сондықтан немістер ақш-тағы ең көп таралған ұлт. Тіпті ақш президенті Дональд Трамптың атасы Фредерик Трамп неміс болған. Сіз білесіз бе? Бәрімізге белгілі пакеттегі шай 1904 жылы Томас Салливанмен кездейсоқ ойлап табылған болатын. 1904 жылы Салливан шайды жібек қалташаларға орап сата бастайды. Сатып алушылар мұны шай демдеудің жаңа тәсілі деп ойлап, сол күйінше шай қылып ішеді. Кейіннен Салливан сатып алушыларға кездейсоқ өнертабысының ұнағанын көріп, көптеп сата бастайды. Сіз білесіз бе? Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Coca-Cola компаниясы Германиядағы бүкіл филиалдарына ингредиенттерді жіберуден бас тартты. Ал Германиядағы филиалдары өздері жаңа сусын ойлап табуға кірісті. Және өмірге келген жаңа сусынды Фанта деп атады. Фантазия сөзінің қысқартылғаны. Соғыс біткеннен соң Coca-Cola филиалдарын қайта құра бастады. Фанта сусынына тыйым салмай қайта әлемге таныта бастайды. Сіз білесіз бе? Ларри Пейдж және Сергей Брин өздерінің жаңа компаниясын математикадағы өте үлкен сан Google деп атағысы келді. Бірақ Сергей Брин компания атын тіркеу барысында байқамай Google деген сөздің орнына Google деп жазып жібереді. Кейіннен Ларри Пейджге бұл ат ұнады және компания есімін өзгерткісі келмеді. Сонымен видеомыз бітті. Егер ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіз. Тағы да айта кетерлігі, біздің арнамыздан өз каналыңызды немесе парақшаңызды жарнамаласаңыз болады. Ол үшін тікелей VK парақшамен маған жеке шығыңыз.